Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен құрамына ешқандай жұмыртқа қосылмайтын, жасалу жолы өте оңай, бар болғаны 5-ақ минут уақытыңыз кететін дәмді жұп-жұмсақ печеньелар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Жұмсақ сары май, ұн және де қант ұнтағы керек болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды шанышқының көмегімен жақсылап езіп араластырып аламыз. Сары майымыз біркелкі массаға келген соң үстінен қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағының орнына үйдегі бар қантты қоса берсеңіздер болады. Барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды електен өткізіп аз-аздан қосып аласыздар. Қамырымыз қоюлана бастаған кезде біздегі қалған ұнның барлығын тестамызға қосып жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған тестамыздан печенье дайындауға кірісеміз. Кішкене ғана бөлігін үзіп алып, дөңгелектеп шығамыз. Одан кейін үстінен кішкене ғана басасыздар да, үстінен вилкамен басып шығасыздар. Әсемдік үшін олай баспай-ақ қойсаңыздар да болады. Одан кейін қантқа матырып аласыздар. Мінекей барлық печеньеларымды формаға келтіріп шықтым. Ендігі кезекте қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аласыздар. Осымен біздің дәмді печеньеларымыз дайын болды. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.